Здравствуйте, уважаемые ветераны, господа офицеры, гости. Сегодня наш урок мужества посвящается памяти Халық Кахармана Газиза Байтасова и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Представляем вам наших гостей. Майор полиции в отставке Виталий Онтасынович Сафанов. Өз өмірін жаңағы біздің қоғамдық тәртіпті сақтау үшін ел жаңағы жұрттың жаңағы денсаулығын өміріне жаңағыдай қасақана зиян келмес үшін жаңағы біздің әріптестер өзінің өмірін қиып ерлік жасап. Офицер накрыл своим телом террориста, и в этот момент прогремел мощный взрыв. Должны быть достойными, чтобы и родители, и родственники гордились. Если эту гранату взорвали бы, тогда не только Газиз Байтасов пострадал, там все остальные вот окружения, там в общественном месте, тем более, видите. И вот здесь тоже, вот они, например, выехали туда, подъехали, а тот человек стреляет, 4 пулевых ранения, да, я вчера просто читал. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго. Бүгін Қарағанды облысы полиция департаментінің музейінде біздің осы Газиз Байтасов әріптесіміздің қайтыс болған істеген ерлігі еске алып, сосын біздің Қарағанды облысы бойынша 34 өзіміздің әріптестер жаңағы қызмет бабында ерлік жасап, соның қайтыс болған күнін жаңағы еске алып, бүгін біздің артымызда өкше басып келе жатқан қызметкерлеріміз, жас қызметкерлерге соларға осы музейдің ішінде осы кісілердің жаңағы ерліктерін еске алып, одан бөлек біздің ардагерлердің істеген жаңағы қызметтерін бәрін еске алып көрсетіп, осы жерде сондай шара өткізіп жатырмыз. Шараның негізгі мақсаты біздің жас болашақ ұрпаққа осы тәлім-тәрбиелік жағынан, сосын идеология жағынан жаңағы дұрыс тәрбие беру, осы бізге қарап жаңағы біздің істеген жаңағы ерлік істеген қызметкерлердің соны үлгі тұтып, келешекте өздеріне адал қызмет ету үшін, таза қызмет ету үшін осы іс-шараларды өткізіп жатырмыз.